15 сәуір Қозы-Көрпеш Баян Сұлу күніне арнап қалалық тарихи өлкетану мұражайы жастар бастамаларын дамыту орталығымен бірлесе отырып, Достық үйінде колледж және мектеп оқушыларының қатысуымен алғашқы махаббат деп аталған мерекелік шара өткізді. Оған Екібастұз Тау-Кен техникалық колледжі мен инновациялық Евразия университетінің жергілікті колледж оқушылары қатысты. Жастар тарихта махаббат символына айналған қос ғашық Қозы-Көрпеш Баян Сұлудың өмірінен үзіндіні сахналады. Кеше бүгінгі тарихта ізі қалған Қозы-Көрпеш Баян Сұлуды, Қамар Сұлуды, Қыз жібек пен Төлеген, соның ішінде Ромео мен Джульеттаның, Шекспирдің кейіпкері болған осындай бір үлкен тарихта ізі қалған, ұмыт болып бара жатқан. Мынау мәдениет қазіргі таңда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы махаббатты неге көтермеске, қазіргі біздің жастарымыз мынау басқа ұлт жағына өкілдеп барады, сондықтан көбінесе Валентинка, Валентинді бір-біріне таратады. Бұл кішкентай ғана қойылым болып өтеді, ертеңгі күні осыны бойларына сіңірген жастар үлкен қалалық деңгейде өткізуге сондай жоспар құрып отырмыз. Қозы мен Баянның махаббатына қатысты оқиға шамамен 12-13 ғасырда болған деседі. Содан бері еш құндылығын жоймаған бұл жыр ауыздан ауызға жетіп, 21 ғасырда маңызды күннің бірі ретінде атап өтіліп, жастардың бір-біріне іңкәрлігін жеткізетін ғажап мерекесі мәртебесіне ие болып отыр. Қазір айтып жатыр ғой, ертең ғана келе жатыр, осы мереке аталып өтіп жатыр. Себебі алдыңғы кездерде бүгінгі жастарымыздың осы дейін Валентин деген орысша алып кетіп баратқанына байланысты, осы рухани жаңғыруды елбасымыз бастаған бағдарламаға бойынша осындай кішкентай ғана қойылым болса да, осы отырған жастардың ішіндегі махаббатты, рухты ояту деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша қос ғашық Қозы-Көрпеш Баян Сұлу күнін енді қала көлемінде атап өту жоспарда бар. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.